жарықсыз өмір жоқ. Бұл сөздердің қаншалықты шын екеніне әр молекула, әр жасуша, тіпті шексіз тұңғиық ғарышымыз да дәлел. Біз өмір сүретін жер шарымыз да өз орбитасымен күнде айнала қозғалады. Оның күнді толық айналып шығуы 1 жыл, ал өз осін толық айналуы 1 тәулік. Енді 1 минутқа ғана ойланып көріңізші. Егер жер өз қозғалысын дәл қазір тоқтатса не болады? Жер шары кенеттен тоқтаса не болады? Және ол қандай салдарға әкеп соғатынын айтатын боламыз. Сонымен, егер де жер планетасы өз осінен айналуын тоқтатса, жер бетінде қандай өзгерістер болар еді? Сіз айтарсыз, жер айналуын тоқтатса, дәл сол сәтте жердің күн түсіп тұрған бетінде күндізгі уақыт, ал көлеңке бетінде түнгі уақыт болып өмір сүре береміз деп. Әрине солай, бірақ сіз бір нәрсені ескермедіңіз, ол жер планетасының өз осінен айналу жылдамдығы. Ал бұл жылдамдық сағатына 1670 шақырымға тең. Яғни сіз қазір тыныш отырғанның өзінде ғарыштағы басқа планеталармен салыстырғанда сағатына 1670 шақырым жылдамдықпен айналып жатырсыз. Сонымен жер өз осінен айналуын тоқтатқанымен сіз инерцияның күшінің арқасында дәл сол сәтте сағатына 1670 шақырым жылдамдықпен жылжи бересіз. Жоқ достар, тұра тұрыңыз, жылжымайсыз. Кәдімгідей 1670 шақырым жылдамдықпен ұшып кетесіз. Жоқ, сіз ғана емес, жер бетіндегі барлық нәрсе, ғимараттар, көліктер, ормандар, тірі жанның барлығы бірден қатты ұшып кетер еді. Мысал келтірейін, жылжып келе жатқан автобус кенеттен тоқтаса не болады? Жаман көрініс. Ал бұл жерде планетарлық деңгейдегі тоқтау. Бұл достар ойыншық емес. Десе де полюстерге жақын орналасқан адамдар тірі қалуы мүмкін. Себебі олар жердің айналу нүктесінен алыс орналасқан. Алайда оларды сұмдық инерция күшінен пайда болған аспанға дейін жететін толқындар жер бетіне жойып жіберер еді. Мұндай жер планетаның кенеттен тоқтауынан ешкім тірі қалмас еді. Bir құрлық суда батып жатса, басқасында жер сілкініп, алапат өртпен адам баласы ешқашан көрмеген сұмдық желдер болатын еді. Ал соның өзінде тірі қалған жандар болатын болса, олар жанартаулардың тұрсын кәдімгі жерден атқылаған лаваларға куә болушы еді. Планетамыз тоқтағаннан кейін тек жердің бетіндегі дүние жылжып кетпей, солай жердің ішіндегі магмада 1-2 рет миға қонып шықпайтын жылдамдықпен айналып кетіп, кейін жерді жыртып сыртқа шыға бастайды. Жер ірі қалалардың үлкендігімен бірдей болып жыртылып, жанартаудың көкесі сол кезде болатын еді. Өзіңіз білетіндей, жер сыртқы қабыршықтан, оның астында магмадан, ортасында ядродан тұрады, яғни жұмыртқа тәрізді. Осы үлкен жұмыртқаның бірден тоқтауы қолыңыздан жұмыртқан түсіп кетіп, шашылып сынғандай құбылыс. Міне енді көз алдыңызға елестете алдыңыз ба? Осы жағдайлардан кейін жер бетіндегі тіршілік атаулының қандай күй кешерін айтпаса да түсінікті болар. Әрине достар, осылай жердің бірден тоқтап қалуы ақылға сыймайтын құбылыс. Бірақ жердің өз жылдамдығын шамалап азайтуы әбден мүмкін дүние. Ғалымдардың дәлелдеуі бойынша жердің тәулік уақыты әр 100 жыл сайын 2 миллисекундқа ұзарады екен. Яғни алғашында жер тәулік уақыты өте қысқа болған. Жердің бірден тоқтап қалуы адамзатқа бірден зауал әкелмегенімен, ғасырлар өткен сайын бұның барлығы біліне бастайды. Ал жаңа келтірілген жағдай болатын болса, яғни жер планетасы баяу тоқтайтын болса, ең біріншіден басында айтқандағыдай жердің бір жағында ми қайнатар ыстық болып, және ешқашан күн батпай тұрады. Ал басқа жақта мәңгі түн болатын еді. Кезекте теңіз сулары экватор маңайына емес, полюстерге қарай ысырылады. Бүгін біздің экватор бойы толықтай құрлыққа айналып, бүкіл Европа, Австралия, Америка, Канада, Жапония, Ресей, тіпті Қазақстанмен бірге судың астына қалатын еді. Мұндай сценарий болса, адамзат өмір сүруін жалғастыра береді. Бірақ оны өмір деп айту өте қиын. Ол өмір емес, өмір сүру үшін күрес болады. Жердің айналуы ол ядроның айналуы да болып келеді. Ал ядроның айналу арқасында жер күннің радиациясынан қорғайтын магниттік өрісті түзейді. Жер өз айналуын бәсеңдеткен сайын логика бойынша магниттік өріс күші де азая бастайды. Солай еш қорғаныссыз қалған жер күн радиациясын толықтай өзіне қабылдайды. Ал ары қарай ұзақ әрі азапты жойылу.
Міне достар, бүгін біз осындай ерекше тақырыпты қозғадық. Егер сізге бүгінгі видео ұнаған болса, ал мен білем сізге осы видео ұнады, сондықтан міндетті түрде лайк басып, ВКонтакте, Facebook, WhatsApp қандай болса әлеуметтік желілердегі достар мен туыстарыңызға көрсетіп кетіңіз бұл видеоны. Сізге қиын емес, ал бұл іс-әрекет каналдың дамуына үлкен әсерін тигізеді. Сондықтан осы заттарды орындап жіберіңіз. Сізге қиын емес, мен білем. Алда арнамызға тіркеліп, міне мына жердегі шыққан қоңыраушаға басып қойыңыз. Сонда біздің жаңа шығып жатқан видеоларымызды әрдайым ең бірінші болып көретін боласыз.